2022 жыл балалар жылы деп жарияланды. Балалар жылы балалардың рухани дамуына қаншалықты көңіл бөліп жүрміз деген сауал тастау орынды болар. Бүгінгі хабарымызда талдап көрсек, сәлеметсіздер ме? Студия қонақтарымен таныстыруды жөн көрдік. Жұмағали Қоғабайұлы, Екібастұз қаласының құрметті азаматы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Екібастұз қалалық қазақ тілі қоғамының төрағасы. Және Ардақ Орынбайқызы Жұмағалиева, Екібастұз орталық қалалық кітапхананың кітапханашысы. Және Әсемгүл Рамазанқызы Ауылбаева, Торайғыров атындағы облыстық кітапхананың балалар әдебиеті бөлімінің басшысы. Барлықтарыңызға қош келдіңіздер дейміз. Биылғы жыл балалар жылы деген атауға ие болып отыр. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұл орайда балаларға қаншалықты көңіл бөлуіміз керек осы ретте айтқан сөзін алдымен тыңдап көрсек, одан кейін хабарымызды әрі қарай жалғастырсақ. Экранға беруді өтінеміз режиссерден. Балаларға ерекше назар аудару керек. Себебі олардың амандығы мемлекетіміздің жарқын болашағының сенімді кепілі. Бұл жылды тек ұрандатып, немесе мереке түрінде атап өту ғана емес, ең алдымен билік тарапынан денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік қамсыздандыру саласында балаларды қорғау мақсатында нақты іс-шаралар жасалуы керек. Өскелең ұрпақтың үйлесімді дамуы мен бақытты балалық бұл біздің жалпыұлттық міндетіміз деген болатын. Президент өз сөзінде шын мәнінде қазақ тілі бұл біздің халқымызды біріктіруші факторға айналды. Ендігі мәселе тек қана ниетте деген болатын. Енді осы орайда балалар әдебиетінің рөліне тоқталсақ, ең бірінші осы мемлекеттік тілді меңгерудегі рөлі қаншалықты әдебиеттің? Жұмағали аға, өзіңізден бастасақ. Өте орынды сұрақ. Жалпы мемлекет болу үшін оның жері керек, белгілі бір ұлт болу керек, қазақ немесе орыс, француз, сол ұлттың тілі болу керек. Тіл болған жерде бәрі бар, тіл өйткені қатынас құралы. Жалпы мемлекеттік дәрежедегі шаралар, жиындар арқылы ана тілде, мемлекет тілде шешілуі тиіс, сондықтан өте керек, қажет нәрсе. Енді айтатын болсақ, балалар әдебиетінің дамуда рөлі ғой. Өте қажет нәрсе деп білем, өйткені былай айтсақ, мысалы Сұлтанмахметтің мынандай өлеңі бар. Сүйемін ана тілді, туған тілім бесікке жатқанда-ақ берген білім дейді. Яғни бұның өзі, тілдің өзі бесікте жатқаннан-ақ берілетін нәрсе кім ғой? Яғни балалар әдебиетінің мына тілдің дамуына, өзіміздің ана тіліміздің дамуына әу бастан, кішкентай кезінен бастап үлкен рөл атқаратындығын біз айта кеткіміз келіп тұр осы жерде. Мысалы, Мұхтар Әуезовтің өзі айтқан, адам болам десең бесігіңді үзе дейді. Осы сөзде де үлкен мән бір жатқан сияқты. Сондықтан балалар әдебиетінің дамуы осы жас кезден, сәби кезінен, бала кезінен, жасөспірім кезінен қалыптасып, үлкен биік дәрежеге көтерілу керек деп ойлаймын. Енді бізде айтар болсақ, неге балалар әдебиетіне көңіл бөлу керек, қалай дамыту керек деп айтуға болады ғой? Әрине, біз әрі қарай сабақтаймыз аға. Шын мәнісінде балалар әдебиеті өз мәнінде біз қалағандай дамып жатыр ма қазіргі қазақ балалар әдебиеті? Осы жөнінде біз әрі қарай жалғастырайық. Ол үшін былтырғы жылы 2021 жылы балалар әдебиеті жылы деп жарияланғаны белгілі. Осы ретте Павлодар өңірінің қаламгерлері қаншалықты бұған үлес қосты? Осы жөнінде Әсемгүл Рамазанқызы, өзіңіз енді кітапханадағы балалар әдебиетінің бөлімін меңгеріп отырсыз. Қаламгерлердің рөлі қаншалықты болды? Көңіліңіз тола ма? Нені жасау керек еді? Не жасалды? Бөлісе отырсаңыз. 21 жылы жаңа айтқандай балалар әдебиет жылы деп жарияланғанымен әрбір өңірде кәдімгідей өздерінше бір жоспар құрылған. Бізде де сондай жоспар болды. Енді жергілікті қаламгерлердің қосқан үлесі де айтатын болсақ, ең біріншіден олардың жаңа кітаптары және оқырмандармен кездесу. Біздің кітапханамыздың қоры сол жылы
жергілікті ақындардың жаңа шыққан кітаптарымен толықты. Оны айтатын болсақ, Балтабай Ғали апамыздың Сарығыз кітабы, Жұмағали ағамыздың Ғаламтордың әлегі кітабы және Шолпан Байғалы апамыздың кітабы Айтұмар деген. Осы 3 кітап жаңа сол 21 жылы кітапханамызға келіп түсті. Ол әрине өз оқырмандарын тапты. Кітаптермен таныстырылым өтті, оқырмандар танысты. Сол кітаптардың енді қазіргі кезде ең жақсы оқылатын, көп оқылатын кітаптардың қатарында. Ал енді не істелінген жоқ деп айтатын болсақ, әрине мүмкін тағы да бір кітаптар шығуы мүмкін болған шығар. Мысалы, Ардақ әріптесіміз жазып жүрген өзіміз бәріміз білеміз. Мүмкін осындай өлеңдері бір жинақ болып шығару қажет педі, иә, қажет болған шығар. Өйткені жаңа айтқандай біздің оқырмандарымыз қазірдің өзінде, мысалы қазақ тілінде оқитын мектептер, балабақшалар көбейіп жатыр ғой. Сол жаққа оларда мысалы сондай кітаптар керек қазіргі кезде. Сұраныс бар. Сұраныс бар. Сол сұраныс бойынша және кітаптары шығарылса, немесе журналдар тағы мүмкін шығуы мүмкін, немесе өлеңдері басқа басылымдарға жарияланып тұрса дегендей, сол жағы жақсы болушы еді. Енді кітапхана жағын айтатын болса, кітапханалар қазіргі кезде сол ақындар мен жазушылардың кітаптарын насихаттаудың бір негізгі орын болып табылады, қала береді солай. Біз өзіміз кітапхана тарапынан сол кітаптардың тұсаукесерлерін жасадық, авторлармен жиі кездесулер өткізіп отырамыз. Және де ақындардың өлең оқу марафондарын өткізіп отырамыз. Ол көбінесе жаңағы кезде онлайн түрде өтеді. Сондай шараларды, және айтқандай, балаларды кітап оқуға, көркем әдебиетті оқуға соған ынталандырады. Жақсы атқарылған шараларда бар, дегенмен біраз нәрселер жасалса екен деген талабыңыз бар, иә? Аға, сіздің Ғаламтордың әлегі деген кітабыңыз жарыққа шықты. Режиссерға өтініш білдірсек, Жұмағали ағаның кітаптарын экранға берсеңіз, біз ары қарай жалғастырамыз. Аға, осы кітапты жаздыңыз, иә? Ғаламтордың, мәселен, Тышқанның қулығы деген әңгімеңіз, кітабыңыз жарық көрді. Келесі кітапты берсеңіздер, келесі. Бұлардың барлығы балалардың ой танымын, парасатын кеңейтуге арналған өлеңдер деп айтуға болады. Мәселен, Ғаламтордың әлегі деген кітаптың салтанатты тұсаукесерінен түсірілген суреттер. Ағаның өлеңдерінен үзінді берсеңіздер, біз оқып көрсек. Дәл қазір. Ғаламтордың әлегі. Сабақтан келген бақ тұрылы киімдерін лақтырды. Сөмке қалды ашылып, дәптер қалды шашылып. Әкесі тыққан сотканы апасына таптырды. Ғаламторға үңіліп, аватарға тәк түрді. Осылай жалғасады. Бұл енді баланың соңынан жаңағы телефонға үңіліп, телефонды серік еткен баланың соңынан сабағында қалып қойған туралы балаларға түсінікті тілмен жазылған екен. Әліпбидегі сөз ұйқас, а дегенім ағылшын, с дегенім самырсын, бар бала орманнан табылсын, тауып алсын қауырсын деген сияқты. Бұ дегенім білеу, т дегенім тіреу. Өте жақсы бір ұйқастар құрастырылған екен. Баланың танымына, жеңіл қабылдауына жақсы құрастырылған. Сөзді ұйқастырып отырған. Ана мен бала, анасы бір күні, әй балам, қиқым, ұнамайды маған сыйқың, бойың болса тейтім, қараша, көрші жұқаны. Жасы жетіде болса да, алып жығатын түрі бар, біздің едегі тайынша бұқаны дейді. Осындай бір балаларға бір жеңіл, әзіл тәрізді, қабылдауына жеңіл өлеңдер шыққан екен. Енді Ардақ, өзіңізге келетін болсақ, Ардақ Орынбайқызы, бұл кісінің есімі көпшілікке таныс. Ардақ Орынбайқызының өлеңдерінде беріп көрсеңіздер, біз неліктен бұны экранға беруді ұсынып отырмыз. Өйткені балалардың қазіргі таным түсінігі не жеңіл, біздің өңірде де осындай жазушы, ақын жазушыларымыздың бар екенін айтқымыз келеді. Сіздердің өлеңдеріңізді әрине көпшілік қауым кітапханада үлкен сұранысқа ие болды деп айтып жатсыз, иә? Әлі де сұранысқа ие. Жаңа ғана Әсемгүл Рамазанқызы айтып өткендей, Ардақ Орынбайқызының кітабын жарыққа шығарса деген өзінің
тілегін білдіріп тұр. Оқып көрейік, бұл өлеңнің қаншалықты балаларға қызықты екеніне көз жеткізіп көрсек, иә? Кел мысығым оқиық, балдырғанды біз бірге, десем мысық сөйледі, тол шалдымен сен бірге. Қасыма кел мысығым, оқып берем ертегі, тышқан қуып жүргеннен қызықтырақ бұл тегі. Бірақ мысық қашып кетті, жалқаулығы асып кетті. Осы тәріздес өлеңдер әрине өзімізге де сондай бір көңілімізге, ересектердің де көңіліне жылылық ұялатып тұрғанын байқаймыз. Ақмойнақ менің күшігім, жайлыма сенің үйшігің, кәнекей ішін көрейін, төсеніш төсеп берейін. Аға, енді менен гөрі сіз осы өлеңдерді сараптап, талдап көріңізші. Қаншалықты тәрбиелік мәні бар және қаншалықты бұның барлығы балаларға жақын? Болмайтын нәрсені болғызып тұр ғой. Абстракты нәрсені, сөйлемейтін нәрсені, жан-жануарды сөйлетіп, соған өзінің ықыласын білдіріп тұр. Ол өте тапқырлық бұның. Баланы еңбекке, мейірімділікке баулып тұрған тәрізді. Мына өлең: қуа бермей ойынды, ілімге бұрып мойынды, жинап бойға күш жігер, үйренейік ғылымды. Яғни қазір балаларды кітап оқуға, ғаламтордан гөрі осы насихаттап тұр. Суреттермен жақсы берілген. Суреттермен деп екі дос шешті, өзара серттесті деген тәрізді. Шында да бұл бала тәрбиесіне үлкен әсері бар. Балабақшаларға сұранып тұрған бірінші класстың балаларына балабақшаға жаттатуға өте қолайлы. Өйткені көп ретте де немерелеріміз барды ғой, сонда жаттауға береді. Бұл өлеңдер мүлде қарапайым тілмен жазылған, көркемдігі жоқ, тәрбиелік мәні жоқ өлеңдерді кейде беріп жібереді. Мына өлеңдер қандай сюжетті, оқиғалы. Кей жағдайда тәрбиешілер өздері құрастырып жатқанында куәсі болып жатамыз. Соны айтқыңыз келіп тұр, иә? Бірақ енді ол кісілерде де жазық жоқ шығар. Мүмкін Ардақтың өлеңдері жетпей жатқан шығар. Жұмағали ағаның өлеңдері жетпей жатқан шығар. Бұлай қарасақ, біздің өңірде де осындай бір байлығымыз бар, былайша айтқанда. Айтайын деп тұрғаным, балалар әдебиетіне стратегиялық маңызды мәселе ретінде көңіл бөлетін кез келген тәрізді. Әсіресе балалар жылында. Қалай ойлайсыздар? Бұрынғы кеңес кезеңінде балалар әдебиеті осы стратегиялық мәселе ретінде тереңнен зерттеліп, қаншама көркемдік кеңестің сүзгісінен өтіп, халыққа ұсынылатын тәрізді еді ғой біздің бала кезімізде. Аға, қалай болды бұрын? Қазір қалай? Бұрын біз балдырған журналын оқитынбыз. Бала кезімізде бірінші класстан оқытып қойдың. Білім және еңбек журналы болатын. Соны алып оқитынбыз да, жаздыртып. Болмаса кітапханадан оқытынбыз. Қазір кезде өзіңіз білесіз, телефонға үңіледі, ноутбукқа үңіледі, WhatsApp-ын қарайды, сонымен көп уақыты кетіп қалады. Жалпы бұл жаңағы стратегиялық мәні бар дедіңіз ғой. Өте дұрыс айтасыз. Ол дегеніміз тәрбие, тіл дегеніміз қауіпсіздік сақтау, тіл дегеніміз ғылым, соның бәрімен байланысты. Сондықтан да Жүсіпбек Аймауытовтың бір сөзі бар. Бала қай елдің тілін сөйлесе, соған қызмет қылады дейді. Сондықтан біз өз ана тіліміздің тілінде балаларды сөйлете білуіміз керек. Әйтпесе, өзге тілде сөйлесе, ол сол басқа елдің тілінің психологиясын қабылдайды. Сол елге қызмет етеді. Сондықтан осы бастан ата-аналар, мұғалімдер, осыған мемлекет ерекше назар аударып, баланың тілін дамытуға ерекше назар аудару керек. Бұл туралы президент айтты ғой. Баланың тілін дамытуда балалар әдебиетінің рөлі ерекше деп қадағалап айтты. Жақсы, Ардақ, сіздің өлеңдеріңізді жаңа ғана экранға беріп, жаңа ғана оқып бердік біздің көрермендерімізге, таныстырып жатырмыз. Өлең жазғанда автор нені ескеру керек? Нені ескересіз жалпы? Неге баса көңіл бөлу керек? Сізде осы өлең жазуға деген ынта қашаннан басталды? Не түрткі болды деп сұрағымыз келіп тұр. Өйткені осы 1-2 жылдың жересінде ғана бастаған тәріздісіз, иә? Сәлеметсіздер ме? Мен негізі 2-3 жылдың төңірегінде әлеуметтік желіге жүктей бастадым. Негізі жазуым оған дейін жаза бастадым. Себебі 2006 жылы мен Екібастұз қаласындағы орталық қалалық кітапханаға, орталық балалар кітапханасына кітапханашы болып жұмысқа кірдім. Ол кезде әрине кітаптың қорында балалар әдебиеті өте көп. Бірақ қазақ тілінде емес болды. Барлығы көрші
мемлекеттің тіліндегі кітаптар болды. Енді біз 4 кітапханашы жұмыс жасадық онда. 3-еуі орыс тілді болды да, мен қазақ тілді. Енді маған қазақ балаларын тартуым керек қой. Не істеуім керек? Сондықтан мен бірінші балабақшаға тапсам екен дедіңіз, иә? Бірінші жаңа іс-шара дайындап, сценарий бәрін жаздым. Енді кіммен жұмыс істеймін дегенде, енді сұраймын ғой. Кіммен жұмыс істейсіздер маған дейін. Жаңағы орыс балабақшаларын айтады. Мен айтамын, жоқ, мен қазақ балабақшасымен жұмыс істегім келеді. Себебі мен қазақ тілдімін. Іс-шаралардың бәрін қазақ тілінде өткіземін. Сосын орталық балалар кітапханасының қасындағы алысқа бармай, сол шағын аудандағы балабақшаларды неттім, сұрастыра бастадым, қандай балабақша бар деп. Сол кезде айтты, ең жақыны, енді кішкентай сәбилермен өткізуім керек қой, ертеңгіліктер. Ең жақыны номер 5-ші жұлдыз балабақшасы деді. Сосын ол балабақшаға барам, тәрбиешімен сөйлесем, сондай неде тақырыпта іс-шара өткізейін деп едім. Бізде кітап жоқ, сіздерде қандай кітаптар бар, мен көрейін деп едім. Тақпақ жаттатайық сондай тақырыпта десем, оларда да ештеңе жоқ. Қолдарында ештеңе жоқ. Қолдарында ештеңе жоқ. Кітапханада да жоқ. Кітапханада болмағасын. Жаңағы өзіңіз айтқандай, өздері құрастырған, қолмен жазған, 2006 жылы компьютерда онша бізде көп болмайтын. Мүмкін облыста болған шығар, бізде болған жоқ. Жұмыста да болған жоқ. Қолмен жазатынбыз сценарийді. Сосын қарасам, қолмен жазған, жаңа ағай айтқан, тек рифм ғана келтірген, жаңа мағынасы жоқ. Мағынасы жоқ. Сосын жарайды деп, енді олардың да несін түсірмейін деп, ойланайын деп кеттім. Барып, сосын үйден, жұмыстан шыққаннан кейін үйде ойландым, жұмыста ойланып, қалай істеуім керек енді. Қалай солай, не болса соны сахнаға шығарып айтқызғым келмейді ғой, балаларға тәрбиелік мәні болу керек оның. Бала сөздің мағынасын түсіну керек. Жаңағы жаттады осы ертеңгілікте деді ғой енді, айтты деп. Енді сол балаларды шақырып айтқызсам, ол балалардың есінде жоқ. Неге есінде жоқ? Себебі оның ар жағында ағай айтқан сюжет жоқ. Бала өлең айтып тұрғанда көзіне елестете алмайды, есіне сақтамаған. Немесе сөйлемдері күрделі, мағынасын бала бірінші түсіну керек. Түсініксіз сөзі. Тек рифм ғана қуған. Содан әрақтарып, берақтарып, кітаптарды, жаңа ағай Чуковскийді, Маршакты аударды ғой. Енді солардың кітаптарын қарадым, Бартоны қарадым. Бұлардың не құдіреті бар соншама деп. Сосын ақтарып, өзім ойландым. Ешкіммен ақылдасқан жоқсыз, өзіңіз ғана ойланып отырсыз әзірше. Өзім ойланып отырмын. Ақтардым, бүкіл нелерді, Михалковтардың бәрін қойдым. Сосын оқып шықтым да ойлаймын, осыны бізде жаза аламыз ғой, Құдай-ау деп енді. Сондай дәрежеде болмағанмен енді бастау керек қой бірдеңені. Бастамасы болу керек қой. Сосын сізде азаматтық позиция, яғни жаңағы өзіңіздің мына қарагөз балаларға деген бір жанашырлық, жұмысыңызға деген жауапкершілік бұл жерде басым болып тұр. Солай ма аға? Байқап отырсақ. Сосын құрастыра бастадым бірінші. Осылай құрастырып, олар да солай құрастырған ғой, мен де көрейін құрастырып деп. Сосын мағынасына көңіл бөле бастадым. Ол құрастырғанмен болмайды ғой, мағынасына деп. Енді солай енді бірден жақсы болды деп айтпаймын. Осылай құрастырып, тәрбиешілерге апарып көрсетіп, сіздер енді балалармен нақты жұмыс істеп жүрсіздер ғой, қалай болады, осылай құрастырып едім, бола ма? Сынақтан өткізіп көрдіңіз? Иә, енді тәрбиешілерге апардым. Тәрбиешілерді, ой, апай, мынау болатын сияқты, осыны жаттатып көрейік деп. Сосын оларға балаларды айтқыздық. Айта аласың ба, осындай сөз айта аласың ба? Иә, айта алам дейді. Сосын қарасақ, балалар енді айтып тұр енді. Сосын жаттатып көрейік дедік. Жаттатқанда жаттап алды балалар. 3 күннен кейін бардым. 3 күннен кейін келейін, болмаса енді басқаша бір жағын іздестіру керек енді деп. 3 күннен кейін барсам, балаларым жаңа тақылдап жаттап тұр. Бұлар да риза, тәрбиеші де риза, мен де риза. Яғни балалар жақсы қабылдады деп айтуға болады, солай ма? Сенбіл Рамазан қызы. Ардақ Орынбайқызының өлеңдеріне қазіргі кітапхана оқырмандары, кішкентай оқырмандар қалай баға береді? Енді сырт көз сыншы дейді ғой. Естіп көрсек кітапханашының пікірін. Ол жаңа айтқандай Ардақтың кітап өлеңдері әлі шыққан жоқ қой. Әлі жарық көріп шыққан жоқ, тек қана әлеуметтік желіге жүктеп жүр бұл кісі. Рұқсат алып 1-2 өлеңін сөйтіп шығарғанбыз, балаларға оқытқанбыз. Кәдімгідей жақсы жаттайды, прямо кәдімгідей оны түсінеді дегендей, және күнделікті көріп жүретін сол мысығы демес, сол күшігі демес, үйдегі әжелері, апалар дегендей сондай образ болғаннан кейін айқын сюжет, балаға жанына жақын. Өзіне жақын. Жаңа ғана Әсемгүл Рамазан қызы, осы балалар жылында өткен жылы Ардақтың да кітабы шыққаны дұрыс еді деп жатсыз. Аға, сіздің ойыңыз қалай? Жалпы былтырғы балалар әдебиеті жылы
қалай өтті? Қандай да бір олқылықтар бар ма? Қуантарлық жағдайлар бар ма? Өзіңіз көп жылдардан бері балалар әдебиетінің дамуына үлес қосып келе жатқан жансыз, не айтар едіңіз? Былтырғы жыл балалар әдебиеті жылы деп аталды. Бірақ осы жылда бір нақты бір жүйелі түрде жұмыс жүріп кетті, кітаптар көп шығарылды деп айта алмас едім. Бірақ мына Ардақтың Фейсбуктан шығармаларын көрдік. Соған өзімізше кейде пікір айтып, мынауың жақсы екен дегендер болды ғой. Болды. Сынды айтты ағай. Дұрыс, иә? Айту керек қой, сын болу керек қой. Сынды айтты. Сын түзелмей, міндетелмейді. Сол себепті айтар едім, жаңағы айтып жатыр ғой, бір себеп болады екен. Дамыту үшін, өлең жазу үшін, жаңа Ардақ айтып жатыр, осындай балалар бақшасымен байланыс жасадым деп. Менде де сондай жағдай болды. Немерем бастауыш класста оқиды. Бір өлеңдерін жаттатуға береді, бірақ ол онша ұнамайды маған. Сосын мен оған басқаша қарап өлең жазып берем. Осылайша туды. Сондықтан жаңа сұрағыңызды қайталап жіберіңізші, қалай дедіңіз? Бұл өткен 2021 жыл балалар әдебиеті жылы деп аталды. Осы ретте сіздің көңіліңіз тола ма? Осы іс-шаралар өз мәнінде өтті ме, әлде көңіл аударарлық мәселелер әлі де бар ма? Аса бір көңілім толмады менің шынына келгенде. Неге? Өйткені Фейсбуктан соның алдында балалар әдебиетін дамыту туралы ұмытпасам Сарыарқа самалы 2017-2018 жылдары бет берді. Ұсыныстар жасап, осы балалар әдебиеті біздің Павлодар өңірінде қалай дамиды, қалай дамытсақ екен, қандай дәрежеде деген сияқты. Сонда әркім өзінің ұсыныстарын айтып жатты. Сол кезде ойладым, бір дұрыс жазу керек екен ғой, бір бағдар жасап. Ондай болмады. Мысалға, Фейсбукта менің де материалдарым шықты. Бұны көріп, Нұрбол Жайықбаев, Сарыарқа самалының газетінің редакторы, маған хабарласты. Аға, мына сіздің өлеңдеріңізді біздің газетке беруге бола ма? Әрине болады дедім. Одан кейін сіз радиоға сол өзіңіз ұнатып, керек-ау деп, сіз бір ай бойы соны мектеп оқушылармен қарым-қатынас жасап, мәнерлетіп оқыттыңыз. Сондай жағдайда, осындай кездерде біздің жазушылар даму филиалы, мәдениет тілдерді дамыту бөлімі қарап, сол қалу ақылды байқап, осындай адамдар бар екені, осылардың кітабын шығарып, болмаса кездестіріп, бір жоба жасау деген болмады. Бірақ кітапханашылар, орталық кітапхана, Сүлейменов атындағы кітапхана бізбен жұмыс жасай білді. Сіздердің кітаптарыңыз шығып жатыр, иә? Балаларға арналған 3 кітабыңыз жарық көрді ғой? Өз қаражатыма шығаруға тура келді. Өз қаражатыңызға шығарып жатсыз. Әрине, сын ескертпелер болмай, сын түзелмей, мін түзелмейді деп жатсыздар. Бір жүйелі түрде жұмыс болмады. Әлі де бір әттеген ай дейтін тұстар қалып қойды деп жатсыз. Жақсы. Негізінен осы әлемнің барлық елдері балалардың дамуына тікелей әсер ететін жаңағы балалар әдебиеті дейміз, мультфильмдер дейміз, қуыршақ театры дейміз, осындай мәселелерге стратегиялық маңызды мәселе ретінде бұрыннан көңіл бөліп келе жатыр ғой. Негізінен жаңа біз енді балалар әдебиетіне қатысты қазіргі ортақ, бүкіл Қазақстанға ортақ проблемалар жайында әрі қарай сабақтасақ әңгімемізді. Бұл ретте неліктен отандық балалар әдебиеті бізде аз? Неге біз бұған зәруміз? Өйткені бұл көзге ұрып тұрған көрініс, солай ғой, қай жерге барсақ та. Балалар әдебиеті аз деп айта аламыз ба қазақ тілінде жазылған? Әсемгүл Рамазанқызы. Мүмкін қазақ тілінде балалар әдебиетін жазып жатқан дүниелер бар шығар.
бірақ та ол бізге көп кезінде қолжетімді болмайды. Мысалы айтатын болсақ, сол 20-21 жылдарды Зира Наурызбаева деген бір авторымыз бар. Ол бірнеше бір балан негізгі кейіпкер бір бала Бату деген соның достарымен сондай бір жақсы хикаялаттар бар кітаптар шығарып жүр. Мысалы, ол кітап бізде мысалы кітапханада бар. Ал мүмкін сондай Зира секілді авторлар бүкіл Қазақстанда бар шығар, біздің де өңірде де бар шығар. Бірақ та оларға сол кітаптарын шығаруға деген, жариялауға деген мүмкіндік болмай жатса, мысалы, сондықтан да ол жағынан енді біздің балалар әдебиеті де кішкене не көріп жүреді, енді қиындық дейміз ғой. Ал сондықтан да бізде мысалы кітапханамызда біздің балалар әдебиетінің классиктері дейміз, өзіміз жергілікті Мұзафар Әлімбаев дейміз, Мұбарак Жаманбалинов, Сүлеймен Баязитов ағамыздың кітап есінде ербөтен кітаптары бар, бұрын шыққан. Ал енді қазіргі кезде жаңадан өңделіп әдемі сондай бір қазіргі балалардың ой өрісіне сай келетін иллюстраторлар бар кітаптар, ондай жоқ бізде мысалы. Бұрынғы кітаптар соңғы шығарылымы қай жыл сонда? Нақты сізге айта алмаймын қазір, бірақ та енді сол 90-шы жылдың басында шыққан кітаптар болуы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында шығарылған. Мүмкін, одан кейін енді жаңағыдай айтқандай классиктерді қайтадан шығаруға болушы еді. Мысалы, сен айтып отқандай бүкіл әлемде өз балалар әдебиетіне жақсы қарайды, өйткені бүгінгі бала ертеңгі еліміздің азаматы ретінде көреді оларды. Сондықтан да қазір біз балаларға қалай тәрбие береміз, қай тілде сөйлеткіземіз, қандай ой өрістері болады дегендей, сол жағға енді балалар әдебиеті өте көп әсері бар. Сондықтан да олар басқа елдерде, мен білетіндей әлемде және көрші елдерде сол классиктердің кітаптарын қайта шығарылып жатыр. Жаңадан осы бүгінгі заманға талаптарына сай бестселлерлер шығып жатыр. Бірақ та менің ойымша біздің қазақстандық балалар әдебиетінде кейбір жанрлар аса дамымаған. Мысалы, фантастика деке, шытырман оқиғалар, ғылыми көпшілік жанрдағы кітаптар сонша ойдағыдай көп емес. Мүмкін бұл ретте қаламгерлер арасында байқаулар ұйымдастыру керек шығар, қалай ойлайсыздар? Бәсекелестік болған ортада ғана нәтиже болады деп жатушы едік әдетте. Енді айтар болсақ, байқау дегеннен шығады. Жаңа кітап таралымы туралы айттыңыздар ғой, ұмытпасам 17-ші жылы, 19-ші жылдары ма осындай байқаулар өткізіп, Дарабоз деген бір байқау болды, республикалық, тағы біреу болды, ұмытпам. Солардың қорытындысының естідім, оқыдым. Қанша 80 мыңнан аса данамен кітап шықты. Бірақ сол кітаптарды мен кітап дүкендерінен көре алмадым, қалай таралып кетті былай облыстарға. Ал енді сосын оның тағы бір жағы бар, ол байқаудың қорытындысын жаңағы жинақтап берген дұрыс шығар кітап еді. Бірақ сол Дарабозға мен осы жинақтардың біразын жартысын емес, енді бір сұндыңыз, бердім, бірақ оған мен іліге алмадым. Сосын содан кейін әлгі соған қатысқандарды қарап интернеттен қандай осы менен асып кеткен қайсысы бар екен деп ол енді шығармашылық орта болғаннан кейін салыстырдым. Соны озып баратқанда не көрмедім мен. Соған қарағанда ана байқауда да бармақ басты көз қысты болып кете ме деп ойлаймын. Алтын тобылғы, Дарабоз деген байқаулар болып жатыр. Ал дегенмен енді сондай нәрселерді бізде әркім өз өңірінде өткізген дұрыс сияқты байқауларды. Байқаулар қажет деп отырсыз. Қажет, керек нәрсе. Ардақ, сіз бір кітапқа жүк болатын өлеңдерді дайындап қойған тәріздісіз. Қанша бет шығармаға арқау болады сіздің қазіргі жинағыңыз деп айтайық? Былтыр 2021 жылы балалар әдебиетін қолдау жылы осы қаламыздағы жазушылар одағының филиалымен Сұлтанмахмет Торайғыров атындағы облыстық кітапхананың ұсынысымен осылай кітап шығарайық деген ұсынысы болды. Көп рахмет ол кісілерге. Содан мына Сытин баспаханасына келіп калькуляция істеңіз деп келдік. Калькуляция бәрін жасадық. Бір 160 беттей деп есептеді. Онда балаларға арналған кітап болғасын, енді кішкентай балаларға арналған ғой менің нелерім, өлеңдерім, тақпақтарым. Сондықтан бір бетке бір тақпақ қояйық деді. Енді олар дұрыс, себебі балалар көру арқылы қабылдайды ғой, мысалы. Суретті көріп отырып,
жаңағы оқып отыр. Қабылдауына жеңіл Қаріптер болады. үлкен болу керек деп. Сіздікі суретімен әрине барлығы. Қаріптер үлкен болу керек деп айтты, енді оған өте келсем кішкентай балаларға. Сондықтан бір тақпақ бір бетте болғанда бір 160 бетте деп айтты. Иә. Сосын бұны калькуляцияны біздің Екібастұз қаласындағы әкімшілікке ұсынды, бірақ өкінішке орай мен ештеңе емес, жарайды, мен жаңадан бастап жүрген. Ағай енді Екібастұз қаласының құрметті азаматы ғой. Ағайдың кітабын шығару керек екен болмаса. Сол жаңағы қолдау таппады. Мүмкін болашақта болып қалар. Бұл мәселе шешіле жатар. Иә, бұл мәселе шешіле жатар. Ағай сол қолдау таппағаннан кейін зейнетақысын жинап, шынын айтқанда, енді шынын айту керек қой, өз қаражатына шығарды. Бір емес екі кітабын шығарды. Қанша данамен шығардыңыз? 100 дана. 100 дана. Негізі сөзді жалғастыратын болсақ, Ардақтан мен нелер маған электронный почтама жіберіп сұрағым да, ойым бір демеуші табу. Енді қалалық қазақ тілі қоғамы төрағасы ретінде осы кісі көмектессем деген осы жерде айтуға тура келеді. Оны Алла біледі. Енді бір жағынан ол демеуші табудан бұрын негізі бұл мемлекеттік стратегиялық нәрсе ғой, мәселе ғой бұл. Өте сондай үлкен мәселе. Бұл демеуші де емес, бұған жалпы үкімет тарапынан көмек болу керек. Дұрыс айтасың. Қалалық, мысалы біздің әкімшіліктер облыстық деңгейде, қалалық деңгейде тіл білімін басқарып отқан, мына біздің мәдениет бөлімін басқарып отқан ұйымдар бар. Осы ұйымдар кішкене менің енді айтып тұрғаным, менің кітабымды шығар деу емес, бұл балалардың болашағын ойлау керек. Жалпы мән беру керек дейсіз ғой. Жалпы мән беру керек. Мен болмасам да, менен де басқа кісілер бар ғой. Жазатын адам көп. Бірақ жаңа қолдау жоқ. Қолдау жоқ. Сондықтан тасада қалып қояды. Сондықтан өзінің несіне жетпейді, балаларға жетпейді, кітапханаға жетпейді. Сондықтан жаңағы Қадыр Мырзалиев атамыз айтады ғой, әдебиет бала тілі болмай, ана тілі болмайды деп. Мына ана тіліміздің ақсап жатқаны да, мына балаларымызға сапалы мән мағынасы бар дүниелердің туындыларын жетпей жатқандығы. Қазіргі мына балаларымыздың, кішкентай сәбилеріміздің өзге тілде жаңағы сөйлеп жүргені, бұл жаңа стратегиялық дүние болғаннан кейін, ол әңгіме демеушілік емес. Мысалы, біз өзіміз де шығара аламыз себебі. Бірақ бұған мемлекет тарапынан мән берілу керек. Үлкен бұл жауапкершілік. Иә, бұл өте үлкен. Тіл болмаса мемлекет болмайды ғой. Яғни қаламгер бар, жазушы бар, бірақ та бұны басуға мемлекеттік органдардың ниеті, ықыласы болуы керек. Аздау болып тұр ғой. Аздау. Мүмкін құралай былай шығар, мынау қаңтар оқиғасы, одан кейінгі мынау Ресеймен арадағы пандемия, қазіргі саясат өзі күрделеніп кетті ғой, сол бәрі бөгет болып жатыр ма деп ойлаймын, қаржы жағынан болсын. Жақсылықтан үмітіміз біздер ғой. Үмітіміз бар. Дәл осы жерде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі тіл саясаты комитетінің төрағасы Әділбек Қабаның бір сөзін оқи кеткенді жөн көрдім. Ол кісі былай деген болатын: балаңызды аш қалдырмайсыз, кемі күніне 3 уақыт тамақтандырасыз. Солай ғой, әрбір ата-ана кәдімгідей, балам қарның ашып қалды ма, тамақ іштің бе, кешкі тамақты іштің бе, таңертеңгі тамақты дұрыстап іштің бе деп сұрап жатамыз. Бірақ сіз оның тәнін қоректендіріп, ата-анаға тән парызыңызды өтеп жүрсіз. Ал оның рухын немен қоректендіріп жүрсіз? Тек қарнын тойдырудың соңы тоғышарлық. Ал рухы уызға жарған баладан елінің ертеңін ойлай алатын көкірек көзі ашық бала өсіп тәрбиеленбек деген болатын жаңағы сөздеріңіздің түйіні деп айтуға болады. Рухани уызына қану керек қой, ана тілдің уызына қану керек бала. Мысалы, бұрында отбасылық оқу деген бар ғой. Әсемгүл Рамазанна балалар кітапханасында істегеннен біледі, отбасылық оқу деген. Соны үйде, тек кітапхананың аясында емес, кітапхананың аясында біз ұйымдастырамыз. Үйде әр отбасы соны берік ұстану керек. Мысалы, балаң дүниеге келді ме, 3-ке келді ме, жайлап жетектеп кітапханаға алып келіп, қандай кітап аламыз, мынандай кітап аламыз ба, әлде мына кітапты аламыз ба деп балалармен ақылдасып отырып, бір кітапты таңдап алып, үйге барып, соны балаға оқып беру керек. Сонда бала күнделікті, мысалы, ұйықтардың алдында анатайым, анашым тақпақ оқып берші, ертегі оқып берші, әңгіме оқып берші деп солай сұрау керек. Одан кейін балабақшаға барғаннан кейін балабақшада жаңағы өзіңіз айтқандай тамақ ішкізіп, ойнатып қана қоймай, балаға жаңағы бір 10-15 минут дауыстап оқып, күнделікті дағдыға айналдыру керек. Дауыстап оқу деген
кітапханада бір іс-шараның түрі бар. Сол дауыстап оқуды мына кітапханаға, балабақшаға енгізу керек. Бір 10 минут қана, кішкентай балдар жалығып кетеді ғой. Бір 10 минут жетеді. 10 минут күнделікті дауыстап оқып отырса, қысқа-қысқа әңгімелер, қысқа-қысқа ертегілер. Ол балада тағы да сөз байлығы, сөздік қоры жаңағы қордалана береді. Байи береді. Одан кейін мектепке барғанда да сол. Мектепте мысалы, мен өзім кітапханада істеп жүрмін ғой. Іс-шараға шақырамыз, қазақ тілі әдебиетінің мұғалімдермен сөйлесеміз. Мына 22-ші мектептің мұғалімі бар, бізде Гүлбаршын Арқалыққызы өте керемет ұстаз, қазақ тілі әдебиетінен береді. 25-ші мектепте бар Ментай апай, ол кісі де керемет мұғалімдер. Бірақ енді мұндай мұғалімдер саусақпен санарлық қой. Басқа бір кітап нелерді алсам, мектептерді алсам, жаңағы сіз кім болып жұмыс істейсіз дегенде, жаңа қазақ тілі әдебиетінен сабақ берем дегенде, мен қарным ашып тұрады кейде. Сосын сол балалардан сұраймын, сіздер қалай өтесіздер сабақты дегенде, олар апай бізге күнделікті тапсырма береді, болды дейді. Мұғалімнің қызықтыра беру керек. Сіздің көңіліңіз толмайтын тәрізді, иә? Толмайды, кейбіреулеріне бәріне бірдей емес. Жақсы, біз әрі қарай жалғастырайық. Отбасылық оқу туралы бір минутқа маған рұқсат бересіз. Дұрыс, отбасылық оқу деген негізі әр жас балаларға емес, жас өспірімге де керек нәрсе деп ойлаймын. Мысалға менің шағын кітапханам бар, жапты. Соны қараймын, балам, немерем компьютерге жабысы болады. Сол кезде мен айтамын, мына менің өлегім жатта. Қиқымды жаттатқызам. Жаттайды. Сосын Машқұр Жүсіптің үзін берем. Мұхтар Әуезовті мына тарауды оқы деймін. Осылай жұмыс істеу керек. Әрбір отбасы осылай жұмыс істесе дейсіз. Жақсы, Жұмағали аға, жаңа ғана түрлі байқаулар өтіп жатыр дейсіз, қаншама кітаптар шығып жатыр дейсіз, иә, мысалы, естуімше деп, қанша қаржы бөлініп жатқанын естіп жатырмыз деп жатсыз. Осы жөнінде арнайы бейне материал дайындаған едік, сол бейне материалға қазір назар аударсақ, одан кейін біз әрі қарай жалғастырайық хабарымызды. Автор, баспа, кітап дүкендері. Осы үшеуінің арасында мықты байланыс болғанда ғана балалар кітаптарының саны мен сапасын көтеруге болады. Осы тұрғыда Тіл саясаты комитеті баспа ісін үйлестіріп отырған әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату кіші бағдарламасы аясында балалар әдебиетін басып шығарып, республика, облыстық кітапханаларға таратуда. Мәселен, 2017-2019 жылдарда 165 миллион теңге қаражатқа 83 мың дана таралыммен балалар әдебиетін басып шығарды. Сонымен қатар, қоғамдық маңызы бар әдебиетті сатып алу бағытында 20-ға жуық балалар шығармаларының авторлық құқықтарын сатып алып, басып шығаруда. Ұлттық мемлекеттік кітап палатасының ақпаратына сәйкес, 2017-2020 жылдары отандық баспалардан 364 балалар әдебиеті, әрқайсысы 1000-1500 дана таралыммен жарық көрген. Тәуелсіздік жылдарында балалар кітаптарының 70% мемлекеттік тілде басылып шыққан. Бұл кітап палатасына келіп түскен статистикалық ақпарат. Қоғамдық ұйымдар тарапынан дарабоз, алтын тобылғы байқаулар өтті. Жалпы елімізде балалар әдебиетін тұрақты түрде басып шығарумен Фолиант, Аруна, Алматы кітап, Мектеп, балалар әдебиеті, Балауса, Кітап дәуір, Шұғыла баспалары және Атамұра корпорациясы айналысады. Аталған баспалар республикалық бюджеттік бағдарламаларға қатыстырылып отырады. Кейбір баспалардың еліміздің аймақтарында кітап дүкендері желісі орналасқан. Әрі қарай жалғастырайық, біздің хабарымыздың аяқталуына санаулы уақыт қалды. Бір ғана сұрақ, және балалар кітабының таралымының көбеюіне, оқырмандар санының артуына ішкі сыртқы дизайнның де әсері бар деп айтып жатады. Қаншалықты келісесіз, Әсемгүл Рамазанқызы? Әрине, оған енді ол сөзсіз. Өйткені бала кішкентай біріншіден бастап, ол бала кітаптың сыртына қарайды. Бізде мысалы кітапханада көлемді суреттері бар кітаптар өте көп. Соған қарап отырсақ, мысалы сол екі кітапты қатар қойсақ, ана кітапқа балалар көбіне назар аударады. Яғни түрлі суреті бар, ашық түсті, кітапқа баланың назары бірден ауады. Және де оған айтқандай дыбысты кітаптар бар. Сондай жаңадан технологияларды қосып шығарған кітаптар ол міндетті түрде баланың назарында болады. Және мен мына жерде рұқсат болса бір кішкене қоса кетейін дегем, отбасылық оқу дегенде баланы оқырман ретінде тәрбиелеу үшін ең біріншіде ата-аналар өздері оқырман болу керек. Егер де үйде шағын кітапханасы болмаса,
бала ата-анасы күнде кітап алып оқығанын көрмесе, бала ешқашанда оқырман болмайды. Сондықтан қазіргі кезде мысалы жас буын ата-аналар көбінесе сол айтқандай әлеуметтік желіден, телефоннан көз алмайды дегендей, ондай ата-аналарға қарап бала да солай өседі. Яғни отбасынан басталады дейміз. Бесігіңді түзу деген сөз қаламгерлердің сөз бар. Сол кезде осы жерде ел болам десең бесігіңді түзе деп, яғни сол отбасынан бастап ары қарай бала кітап оқуға дағдыландыру керек. Жақсы. Біздің уақытымыз осымен тәмам деп айтайық. Студияға келіп жан-жақты ой пікір білдірген меймандарға алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермендер, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Келесі эфирде амандықпен жүздескенше сау болыңыздар.